Жол желкен тұнбасы. Жол желкен шайы асқазан ішек жолдарының кез келген ауруында пайдалы. Ол жараларды жазып, ауырсынуды басып, қыжылды жояды. Оны жылы күйінде тамақтан 30-40 минут бұрын ішу ұсынылады. Жол желкен тұнбасын дайындаудың екі әдісі. Бірінші әдіс: бір ас қасық құрғақ жол желкен жапырағын бір стақан ыстық, бірақ қайнаған емес, суға салып, қақпағын жауып 12-15 минут тұндырыңыз. Бұл шайды әр тамақтану алдында күніне 3-4 рет ішу керек. Әр қабылдаған сайын жаңадан демдеу қажет. Екінші әдіс: 4 ас қасық құрғақ жол желкен жапырағын литр ыстық суға салып, термоста кемінде 2-5-3 сағат тұндырыңыз. Дайын тұнбаны күніне 3 рет бір ас қасықтан ішіңіз. Екі әдісте емдеу курсы 7 күн. Үзіліс жасағаннан кейін қайталау ұсынылады. Каналға жазылуды ұмытпаңыз. Сіз менің каналыма жазылсаңыз өкінбейсіз. Тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Сізді қызықтырып жүрген сұрақтар болса, комментарияға жазып кетіңіз. Мен сізге міндетті түрде жауап беретін боламын.